Так, жігіттер, дайынсыңдар ма? Бүкіл заттарыңды алып шықтыңдар ғой, Дайынбыз ғой. Құрманбек, сен кітапты, жол картаны алып шықтың ба? Я міне шумкамда тұр. Бірақ мұнан садамен барамыз деп ойламаған екен. Неге турмен бара жатқан адамдармен барамыз? Енді басқа амал жоқ қой. Біз өзіміз бөлек бара алмаймыз. Бөлек барғанмен үйдегілерге не деп айтасың? Көрші үйіне барып келетін жер емес қой. Біз Білдей Алматы, Көлсай, Қайынды, Шарын шатқанына бара жатырмыз. Егерде өзіміз бөлек баратын болсақ, мүлде бара алмай қаламыз. Шыңғысқа рахмет. Осылай тур арқылы баруды ойлап тауып, ағасын айтып көмектесіп жатқан. Жігіттер көмектесу жағынан проблема жоқ қой. Бірақ міне бір жағдай болып тұр. Не мәселе? Осы идеяны ешкімге айтпаймыз деп жігітше сөз берген едік. Бірақ амал жоқ. Бұл жорығымыз туралы ағамның баласы бәрін естіп қойып біліп алды. Өзімнен неге жасы үлкен ағам ғой. Ой, не істейміз енді? Енді ол бәрі біліп алды. Өзіміздің командамызға қосса қалай болады? Ол қазір қайда? Ең бастысы бізге кедергі етпесе болды ғой. Кедергі жасамайды. Санжар, мұнда кел. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Өзіңді таныстырайын. Атым Санжар, жасым 12-ден номер 88-ші мектеп гимназиясында 7-ші сынып оқимын. Жақсы көретініңіз жоқ, футболға қатысам, денсаулығым жақсы, балық аулауға ұнайды. Қазан іздеуін қайдан бастаймыз? Мынау информацияларының ішінен атым Санжар, жасым 12-де дегеннен басқасын ешқайсы керек емес қой бізге. Кедергі жасамаймын дегенге сәл ұқсаспайтын сияқты мынау жігіт. Қысқасы Санжар бәрімізбен жолда танысарсың. Біздің бірінші қағида қазынаны іздеуімізді бесеумізден басқа ешкім білмеуі тиіс. Түсінікті. Автобусға ертерек барып отырып алай. Кет. Айттым ғой, бұлар бірдеңе іздемекші. Қазына деді ғой. Ана Құрманбек біздің мектепте оқиды. Алдын естігенмін. Жұрттың айтуынша, оның Тазабек деген атасы болған. Бай, беделді кісі болған дейді. Оның Тазабек деген атасы болған екен. Ол өте бай, беделді кісі болған деп естідім. Керуен алтындары, күмістерде болған деп естідім. Кейін заман ауысып жатқан кезде, сол алтындарын ешкім таба алмау үшін тау-тасқа жасырып кеткен деп естіген болатын. Демек олар атасын жасырған алтын күмісін іздеуге шыққан. Бірақ оны қалай табады? Оны іздеу үшін карта немесе жолды көрсететін кітап қажет шығар. Құрманбекте болуы мүмкін ол заттар. Ақыры бізде осы автобуспен саяхатқа шығамыз. Олардың соңдарынан еріп, аңдып, не істеп жүретінін көрейік. Кеттік. Қалай бірдеңе байқадың ба, естідің ба? Все, түсінікті. Не түсінікті? Олар, алтын іздейтін операцияны бастайын деп жатыр. Анау Тазабек деген бай алтындарын жан-жаққа тығып кеткен. Шетте отырған көзілдіріктегі соның немересі сол бәрін ұйымдастырып отқан. Олар қазына туралы сөйлесті мәне. Түк түсінген жоқпын мен. Не істеп отырсың? Жаңадан бері қазына іздейміз, ар жақтан бер жақтан деп айтып жатыр ғой. Тентек ба осы. Олар алтынды тапты деген сөз, біз байлыққа кенелеміз деген сөз. Ойбай, қалай байлыққа кенелесің? Олар тапса, оларды кемес ба алтын? Мынау, сен басың істей ма, істемей ма? Істейді. Олар алтынды таппай ма? Біз олардан тартып алмаймыз ба алтынды? Содан кейін біз бай болмаймыз ба? Мынау. Бірақ ше, сыр білдірмей, қорқытып алмай, жай артынан аңдып жүруіміз керек оларда. Мен автобусқа кеттім. Кеттік жүрсем де. Түк түсінген жоқпын. Бірақ автобусқа мінеміз деген күшті ұнады. Дайын ба? Бастай берейін, я? Қайында Алматы облысындағы сел көшкіндерінің ең керемет тауларының бірі. Және де олар Алматы мен шығысқа қарай 280 шақырымда орналасқан. Және де Тянь-Шань шыршаларымен 15 метрге
Туф, мына балаларға не болған? Ей, көздеріңе қарасаңдаршы, видео түсіріп жатырмыз ғой. Неменеге өте бересіңдер адамға жағаласып? Жабайылар. Өздерің жабайы. Жолдың ортасында тұрмай басқа жаққа барып түсіріңдерші. Осындай блогерлер бәле болды ғой. Біз асығыспыз, сендер емес алғас тұратын уақытымыз жоқ. Асығыс болсаңдар, неге басқа адамдарға мешать етесіңдер? Егер де тағы да өтетін болсаңдар, мен сендерді аямаймын. Ой, кеттік, Сәкен. Туф, Эльмира, басынан бастайықшы. Мерей, дайынсың ба, бастай берем ба? Баста. Осы жер сияқты қазып көрейік. Нақты осы жер ма, жартысынан қолын қасыптан кейін бұл жер емес деп тұрма? Я, осы жер, мендегі карта осы жерді көрсетіп тұр. Мақыл қаза берейік ендеше. Және де Қайынды көлдері ең керемет демалыс орындарының бірі болып табылады. Тянь-шань шыршаларының астынан 15 метрге дейін. Қабіл деген мыналар бар ғой. Немене деген адамдар қазір бар ғой, қайтадан өтетін болса мен шыдамаймын. Я, келесі өткен адам шынымен ағашпен ұратын болса, ана тұрған ағаш алып алшы қолыңа. Болды. Көрініп тұрған жоқ қой? Және де Қайынды тауларын қарайтын болсаңыздар, ең керемет таулардың бірі. Мерей, дайындал, келе аттыр. О, мынау не? Қане? Мынау ма? Қазына? Білмеймін ғой, қане, қарайыншы. Бұл бір карта сияқты. Әне, ана жерде біреулерге қаштық. Жеттер, мына жерге бізден бұрын біреулермен қазынаны алып кетті. Сонда сонша жерден кейін зая кетті ма? Біліп едім осындай болатынын. Жігіттер, мұнда қазына жоқ, бірақ қазынаға апаратын карта жасырылған еді. Сол картаны біреулер алып кетіпті. Қызық, кім алып кетті екен? Демек, біз өздеріміз қазынаны іздеп жүрген жоқпыз. Басқа біреулер де бар. Әні біреулер. Бізді аңдып жүрген анық. Кеттік көрейік. Ыңыр сый бермеші. Ауырып атыр ғой. Кішкентай қыз шыбықпен ұрғанға сонша жылағаныңды айтам да. Қайдан білек алдынан өткетін. Ора салатын ол. Алдынан өтетін біреулер Томармен ұрған жоқ қой, томармен ұрған жоқ қой. Өзін ұрып көрсінші айналайын. Аналарды жоғалтып алдық ше. Қайда кетті екен, Олар осы ауылда жүр бәрібір ше. Мына жақтарда ма, мына жақтарда ма? Ашып атыр ше. Қалай болмасын тауып алу керек оларды ше. Отыра тұршы кішкене. Қайда екен, Жылан жоқ па бұяқта? Бекер ап шығыппын сені ше. Сұрап атыр. Так, олар менің ойымша қазынаны тапқан жоқ. Олар осы ауылға келді. Қазір оларды біз тауып алып, артынан аңдуымыз керек. Енді бір шыбықпен ұрса жылап, қайтам деп ыңырсый бермеш. Жүрсей тыныш. Сен шыдап көрші өзің қайта шыдап келеді. Аяқтан бер. Іздейік одан да. Жүр. Мен сен бекер ап шығыппын ше, ыңырсый беретінін білмей қалдым ғой. Шаршап кеттік қой, енді басым ауыр ағаш. Жап, аузыңды жүр. Мәссаған, мен сені ойнап айтқан шығар десем, шынымен анағайдың басынан бір қойып қалдың ғой. Менің өзімнің ашуым келіп тұрды. Қаттырам деп ойлаған жоқпын, шын айтам, кешірім сұраймын. Солар шынымен бір нәрсе іздеп жүрген сияқты. Барлығы бір-бірін аңдып. Қызық. Мен олардың не іздеп жүргенде шаруам жоқ. Мен өзімнің видеоролигімді жақсы шығарып алсам болды. Иә. Түф, қазына тапты ма, таппады ма, білмей қалдық қой. Ой, қашып құтылғанымызға қуанып тұрмын. Қалай болмасын олардың жоспарларын біліп алуымыз қажет. Қараш, міне мыналарда қазына іздеп жүр. Енді бәрі түсінікті болды. Қазына іздеп жүрген тек біз ғана емес екенбіз. Онда жаңағы жерге осылар бірінші бар. Қолдарындағы картаны қазып алған. Картаның жартысы ғана, ал қалған жартысы Құрманбектерде болуы мүмкін. Не істесек болады? Құрманбектерге аңдып жүрген өзіміз екенімізді айтуымыз қажет. Иә, сол дұрыс сияқты. Қане, карта қайда? Міне, менде тұр. Берші көрейін. Мына картаның жартысы жоқ сияқты. Неге жоқ? Дұрыстап қарашы. Міне, қарасай. Біздер қалай болмасын, осы картаны тауып, қазынаны қазып алуымыз керек. Сәлем достар, менің есім Шұғыла. Сіздерге қазір Көлсай көлдері туралы айтып беретін боламын. Көлсай көлдері күнге алатауының сатта суларының бастауы алатын кішігірім өзендер суынан пайда болған үш көл.
Жалпы Көлсай теңіз деңгейінен 2000 метрге жуық. 3000 ғой, 3000 метрге жуық. Қой, осы жерінен кеттік. Жоғары Көлсай теңіз деңгейінен 3000 метрге жуық. Қыздар, қалайсыңдар? Бірден келсек, бастандыру жоқ. Тағы да кешірім сұраймын. Өткенде орған жерің бір апта ауырды, білесің ба? Қумашы кеше ғана ауырды ғой сен. Сөйтіп ауыратын сияқты. Қыздар, сендерден бір нәрсе сұрайын деп ек. Кеше біздің алдымызда сендердің алдарыңнан тағы бір балдар жүгіріп өтті ма? Ол маңызды ма? Иә, маңызды. 5 жігіт өтті сіздердің алдыңызда. Одан кейін 2 жігіт, тағы да 2 қыз өтті. Түрлерін танисыңдар ма? Түрлерін жоқ, бәрі кішкентай балалар. Түсінікті. Соларға жынданамын деп, жынданып тұрған кезде сіздер келіп қалдыңыздар. Сөйт менен ақын қалдың ба? Кешірім сұраймын тағы да. Қыздар, былай келсек. Сендер егер сол жігіттер тағы да көріп қалсаңдар, бізге айтыңдар. Егер сендер бізге көмектесіңдер, біздің сендерге күшті бір сыйлығымыз бар. Сыйлық? Иә, қымбат. Сол. Жақсы. Көмектесесіңдер ма? Иә. Жарайды, онда көріп қалсаңдар айтасыңдар ғой. Біз өзіміз звондаңдар. Жүр. Телефон нөмірді айтып кетейін ба? Қойшы, ары қарай жалғастыра берейік. Жігіттер, не істейміз енді? Қазынаның бізден де басқа біреулерін іздеп жүргені анық. Бағана ғана артымыздан біреу аңдып тұрған кезде сол кезде ұсталу керек еді. Қазынадан үміт үземіз ба енді? Жоқ, қазынаның жарты бөлігі менде, жарты бөлігі аналарда. Енді олар жарты бөлігін ештеңе істей алмайды деп ойлаймын. Онда картын жартысын оларға берейік. Өй, сен қуасың ба? Картан жартысы кімде екенін білсек, картан жартысын бермей, жартысын алып қоймаймыз ба? Ай, ол да бар бірақ. Жігіттер, сендер картан жартысын іздеп жүрсіңдер ма? Не? Мына картаның жартысын қайдан табамыз, Білмеймін ғой, осы операцияны сенің атаңнан қалған кітаптан бастадық қой, сол жерде жазылмаған бекен. Жоқ, мұнда түкте жоқ, таба алмай отырмын. Сәлем жігіттер, қалайсыңдар? Иә, сәлем. Біз жаңа видео түсіріп отқан кезде сендер емес пе біздің алдымыздан шыққан? Не видео? Иә, біз олатын тұғымыз, кешірім сұраймыз, біз ол кезде асығыс болдық. Иә, сұрайын деп едім, сол не видео, неге асығып жүрсіңдер соншама? Кешіріңдер, оны сендерге айта алмаймыз. Онда біз сендерді іздеп жүрген үлкен ағаларға айтып бере саламыз. Кім ағалар? Сендерді екі үлкен кісі іздеп жүр. Егер де сендерді қолға түсірсе, аямайды. Сендер не іздеп жүрген айтасыңдар, немесе жағдайларың өте қиын. Түсінікті, сонда сендер қазына іздеп жүрсіңдер ме? Иә, ол бізге атамнан қалған. Ал бұл қазына туралы әлгі балдар қайдан біледі? Соны өзіміз де түсінбей отыр. Мыналар кімдер? Тез арада картаның жартысын қайтарыңдар. Сен кімсің менің атамның картасын тартып алатын? Біле білсең, ол менің атамның қазынасы. Жоқ, менің атамдікі. Жоқ, менің. Жігіттер, нақты кімнің атасы екенін анықтап алсақ қалай? Иә, сол дұрыс шығар. Құрманбек, сенің атаңның аты кім? Тазабек. Ал сен атаңның аты ше? Орманбай. Екеу, екі түрлі аты. Бұл қалай болды? Мүмкін екеуі қазынаны бірге жасырып қойған шығар. Иә, дұрыс айтады. Кітапты соңына дейін оқып көрсеңдерші. Қане, картаны беріңдерші, құрастырып көрейік. Кімде? Міне. Аталарымыздың бірін-біріне кім болғанын анықтап көрейік. Бәрі түсінікті болды. Біздің аталарымыз бір-біріне ажырамас дос болған екен. Сөйтіп екеуі қазынаны бірге жасырған. Сонда барлықтарың іздеп жүрген қазына бір қазына болып тұр ғой. Иә. Олай болса қазынаны бірге іздейік. Бәрімізге жетеді деп ойлаймын. Келсем. Жүріңдер, карта қайда апаратынын көрейік. Кет. Шатқал осы, демек қазынада осы жерде деген сөз. Кеттік іздейік. Күте тұрыңдар. Ол қазынаны іздемес бұрын мен сендермен сұрақ жауап жүргізгім келіп тұр.
Ой, қайдағы сұрау жауап? Қазынаны тапқаннан кейін қоярсың сұхбатыңды. Жоқ, ол қазына табылмас бұрын қойылатын сұрақтар. Камераны қойшы. Дайын ба? Балалар, егер ол қазынаны тауып алсаңдар, ол ақшаны және де қазынаны қайда жұмсар едіңдер? Мен ең алдымен өзіме көлік сатып алар едім. Содан соң басқа да жерлерге барып, саяхаттап, шетелді көретін едім. Басқаларын? Мен Америка, шетел, Турцияға барып, машина алғым келеді. Ал мен болсам Диснейлендте қыдыратын едім. Ал мен ең бірінші шетелге қыдыратын едім. Одан кейін өзіме мотоцикл сатып аламын. Содан кейін қалған ақшаларымды жайлап құрта беремін. Ал мен Америкаға барғым келеді. Мен ең бірінші шетелге қыдырамын. Одан қалған ақшамды сақтап жинаймын. Одан кейін бизнес жасаймын. Ал мен Кореяға барып өмір сүргім келеді. Шетелді аралаймын. Өзіме ең соңғы үлгідегі жаңа смартфон сатып аламын. Ал мен бүкіл Европаны аралағым келеді. Болды, бұл видеоны өзіме сақтап қоямын. Кейін өздеріңе көрсетемін. Кеттіге қазынаны тауып алайық, қыздар, жігіттер. Мына жер секілді, қазір қасып көрейін. Алшы қане. Мынау не? Ашындаршы көрейік. Ашып көрші, ішінде не бар екен? Не бар? Қағаз ба? Қане, жазулар бар секілді. Оқып көрші. Сендер қанша жол жүріп, ел кезіп, жер кезіп, қазына іздеп осыны тауып алдыңдар. Енді сендерге айтатыным, біздің Орманбай досым екеуміз жасырған қазынамыз осы хат. Себебі нағыз қазына ол осы туған жер, туған ел. Осы елде өмір сүріп жүрген сендер нағыз қазына ол отбасың, достарың. Нағыз қазына ол бірлік, татулық. Сендер қазына іздеп жүріп, өз еліміздің осындай таңғажайып жерлеріне мән бермеген болуларың мүмкін. Нағыз қазына ол осы әсем табиғат. Нағыз қазына ол отан. Нағыз қазына ол осының барлығы. Қазынаны тауып алғандарыңа қуаныштымын. Шынында да Күшті, иә? Сонша іздеген кішкентай қобдиша ма? Шынымен же. Шынымен же. Ақыры ұсталмаймыз деп ойладыңдар ғой, Тоқта, қимылдама. Қазынаны тез арада бізге қайтара салдыңдар. Әйтпесе бастарыңнан мен бір-ақ ұрып, қазан басты ұштыры. Сен тентексің ба? Пистолет бар ғой, не ауа қырғып тастап жүрсің? Айтпайсың ба, мен аяқтан бір көтеріп келе атырып қой. Жынды екенсің ғой, сендер қазынаны бізге қайтарыңдар да өздерің бұл жерден тайып тұрыңдар. Әкеле. Жарайды. Онсыз да сіздерге беріктір екен. Ақылды балақай. Бар, сетер. Бар. Ешкімге айтпаңдар, ау. Ойыншық пистолеттен қолып қалғанша. Сұлып қалды ғой. Жынды екен, аш. Не мынау? Астын көрші, жоқ па ештеңе? Не дейді? Сендер қанша жол жүріп, ел кезіп, жер кезіп, қазына іздеп осыны тауып алдыңдар. Енді сендерге айтайын біздің Орманбайды. Не мынау? Алдап кеттің ба? Тоқта! Берген! Қазан бар!